Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіңдер, отыра қойыңдар. Бүгінгі жаңа сабақты бастамас бұрын кім жоқ екенін белгілеп жіберейік. Аида. Бүгін сабақта Алина, сосын аялым жоқ. Иә, болды, екеуің. Белгілесек, себеп сол. Бастаймыз. Мына жерге шығамыз да балалар, бірінші әр нені топтан бір оқушы шығып, экранды бассақ, сұрақ шығады, соған жауап береміз. Барлығымыз қосып жауап беруге болады. Бірінші топтан кім шығады? Баса ғой. Импульс дегеніміз не? Формуласын жаз. Импульс деген сол қысқаша соққы, ал формуласы Мына жаққа жаза ғой. Жаз деп тұр, иә? Аялың жазғанша келесі оқушы шыға берейік, уақыт алмаймыз. Екінші қатардан кім келеді? Рахман, кел. Қотсең, М, В. Бұл жердегі М деп отырғанымыз не аялым? Масса. Масса, В дегеніміз? Жылдамдық. Дененің жылдамдығы. Рахман, тез баса ғой. Кез келген баса бер. Импульс векторлық шама екендігін қалай түсіндіресіз? Иә, импульс векторлық шама екендігін қалай түсіндіреміз? Мына жердегі формулаларда қандай саят айта ғой? Импульс векторлық шама дегеніміз, яғни жылдамдық пен импульстың бағыттары бірдей, және олардың төбесінде бағыты болады. Кел, көрсете ғой. Бағыттар қалай жазылады? Келесі кім келеді? Үшінші қатарда қыздар. 3-ті, 4-ті кез келген баса бер. Ал. Импульстың сақталу заңы қалай тұжырымдалады? Q1 қосу Q2 те. Иә, бағыттарын. Импульстың өлшем бірлігі қандай? Килограмм көбейтілген метр секунд. Иә, сілтемені ашасыздар телефонмен. Осы жерде оқушы деген жерге басасыздар да өз аты жөндеріңізді жазасыздар. Бұл жерде бағалау жүреді. Түгел аша беріңіздер. Арманның кімдер бөлшіп кетті ма? Одан кейін мен мұғалім деген жерді басу арқылы кімнің қандай бағалау жасап отырғанын мына мониторинг арқылы көріп отырамын. Басасыздар да өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазып, сабақтың соңында бағалау да, күнделікті сабақтағы бағалау да осы арқылы жүреді. И ең соңында рефлексия жасаймыз. Барлығымыз осыны Нұрдәулет, жылдан баста мына жерден топтан анықтаймыз. Қай топ екен? Мұсабаев. Заттарыңды алып Мұсабаев тобына бара ғой. Сенің зеректігің кез келген қиын есептің шешімін табуға көмектеседі. Айымбетов тобы. Нағыз креативті оқушы дейді. Мұсабаев экипажына бара ғой жаны. Өркен, Айымбетов өз тобыңда. Сенің білімің бұл топтың ең басты қаруы болады екен бүгін. Мадияр. Әубәкіров тобына. Мұсабаев. Тез-тез енді келесі. Ат жаумен айлан топқа бөліне береге. Алдынан. Айымбет. Арман Мұсабаев. Тәрсің? Ақылды оқушы, нағыз топтың мақтанышы боласың. Рахман, Әубәкіров. Гаухар. Әубәкіров тобында екесің. Қара ғой. Әубәкіров та. Осы топтың ең белсенді оқушысының бірі Айша болады екен. Ал келе қойыңдар жылдам. Әлбет баса ғой. Байланыс. Айымбет экипажында. Арт бірінші топқа жасамайды. Әлбет. Арман клубының атын оқы ғой. Айымбет экипажы. Айымбет. Әубәкіров экипажына жарқын болашақ иесі саған сәттілік тілеймін. Айымбетов. Бара ғой жылдам қыздардан Аида. Мына жақпен өтіп кете. Айымбетов десің. Етикамен қаршының болашақ жұлдызы. Мұсабаев. Ақнұр Мұсабаев. Мұсабаев соңғы. Енді осы топтар бойынша тура 22 оқушымыз бөліндік. Тура жетті. Заттарымызды, құрал-жабдықтарымызды алып, топқа қойып алайық. Сабақтың тағылымын ашу үшін мені сықталып топтишаларында ашып көрейік. Содан соң жаңа сабаққа дегін таба аласыңдар. Ал бұлай болса, келіп екі оқушы қобдишаларды басайық. Әлбек, баса қойып, қандай сөз шығады екен, осылардан байланыстырып. Зымыран дейді. Шетке тұра қой, Арман, Айшажан жақын тұр. Масса. Айшажан, екеуінде баса сал. Күш реактивті. Енді отыра қойыңдар. Осылардан қандай тақырып шығады бүгінгі тақырып жаңа сабақтың?
ал зымыран, күш және масса реактив. Реактивті қозғалыс. Енді осы жердегі реактивті сөзіміз түсінікті. Қай сөздер, қай физикалық шамалар қозғалысты білдіреді? Қозғалыс үшін не керек бізге? Күш. Иә, дененің массасы болу керек. Ол денені қозғалту үшін не керек? Күш керек. Және зымыран дегеніміз не болып тұр онда бұл жерде? Бұл қандай дене енді? Біз тек қана жердегі денелерді физикалық құбылыстар емес, зымыран деген сөз тұрғандықтан қандай денелерді де қарастырамыз? Аспан денелері. Аспан денелерін ғарышты да бүгінгі сабақта қарастырады екенбіз. Олай болатын болса, бүгінгі жаңа тақырыпты жазайық. Ғарыш реактивті қозғалыс. Бүгінгі сабақтың мақсаты табиғаттағы және техникадағы реактивті қозғалысқа мысалдар келтіру және Байқоңыр ғарыш айлағының аймақтық және халықаралық маңыздылығына баға беру. Осы мақсат бойынша біздер жұмыс жасаймыз. Ал енді реактивті қозғалыс дегеніміз не? Реактивті қозғалыс бұл дененің өзінен бөлінген массаның белгілі бір бағытта жылдамдыққа қарсы бөлініп шығу қозғалысы. Бұл бізде Ньютонның үшінші заңына негізделіп жасалынған екен. Ньютонның үшінші заңының формуласы қандай балалар? Вектор тең минус F1. Вектор F2. Минустар нені білдіріп тұр? Екі күште тең сандық мәнімен, бірақ нелері қарама-қарсы? Бағыттары қарама-қарсы екен. Бұған қандай қазақтың ойындарын салт дәстүрдегі келтіруге болады? Нұрислам, бағыттары қарама-қарсы болатындай. Арқан тартыс. Міне ең негізгі мысал бізде арқан тартыс. Оған кімдер қатысады? Екі жақта күштері бірдей адамдар, адам саны көп қатысады. Сол жердегі бірақ бағыттары әртүрлі болады екен. Енді Байқоңырдағы ғарыш индустриясының Байқоңырдың рөлі осы тапсырмалардың барлығы қазір біздің шығармашылық топтық жұмыстарда кездеседі. 1000+ миссиясы. Матия, көзің жетеді ме? Келіп жақындап келіп оқи ғой. Мыңнан астам ғарыштық миссиялар сәтті жүзеге асырылды. Оның ішінде орбитаға спутниктер мен ғарыш кемелерін шығару. Жақсы. Келесі. Халықаралық ғарыш станциясы. Отыра ғой, келесі. Халықаралық ғарыш станциясына ұшулардың негізгі нүктесі болып қала береді. Бұл халықаралық ынтымақтастықтың үлгісі. Жақсы. Соңғысы кім шығады мына жақтарда? Экономикасына инвестициялар, жұмыс орындарда және ғылыми-техникалық даму арқылы елеулі үлес қосады. Дұрыс. Сонда біздің ғарыш станциясының елеулі үлес қосу туралы айтылып тұр. Енді сендерге сұрақ, ең алғашқы рет ғарышқа адамзат баласынан кім қай жылы ұшты? 12 сәуірде. Өте жақсы. Енді бұған тоқталудың қажеті жоқ, ең бірінші адамзат тарихында ғарышқа ұшқан. Енді біздің үш топқа, Айдын Айымбетов, Талғат Мұсабаев және Тоқтар Әубәкіровтің атын бердік. Не себепті? Бұл кісілер кімдер? Өзінің тобына берілген ғарышкерлердің аттарын бір ауыз сөзбен айтып өтсін. Айдын Айымбетов. Ол 2015 жылы халықаралық ғарыш станциясына ұшқан Қазақстан үшінші ғарышкері болып табылады. Енді біздің тарихымызда Қазақстан қандай кезеңдер, екі кезеңнен тұрады деп есептесек? Қандай кезеңдерден тұрады? Тәуелсіздік туралы. Тәуелсіздікке дейін және тәуелсіздіктен кейінгі. Енді осы жердегі Айдын Айымбетов қай кездің несі ғарышкері? Айдын Айымбетов жылы жазылды. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі біздің ғарышкеріміз екен. Талғат Мұсабаев кім екен? Талғат Мұсабаев қазақтың ғарышкері. Мына жерден оқып болсам болады. Талғат Мұсабаев 3 рет ғарышқа ұшып, жалпы 341 күн ғарышта болған қазақ ғарышкері. Өте жақсы. Сонда 341 күн дегеніміз қанша неге тең? Шамамен бір жылға тең уақытын осы ғарышқа арнаған екен. Бірақ бұл кісі осы неде 2025 жылы дүниеден озды. Енді бізде екі кәдімгі неде тірі қалған ғарышкеріміз бар. Талғат Мұсабаев туралы не бірдеңе айтқым келіп отыр ма? Айта Ол Қазақстан бойынша екінші ұшқан, ал әлем бойынша 309-шы ұшқан ғарышкер болып саналады. Өте жақсы. Тоқтар Әубәкіров туралы. Саят айта ғой. Тоқтар Әубәкіров Қазақтың тұңғыш ғарышкері, әскери ұшқыш. Кеңес одағының ең соңғы 72-ші ғарышкерлердің бірі.
Өте жақсы. Бұл қазақтың тұңғыш ғарышкері және Кеңес одағының соңғы ғарышкері екен, иә? Одан кейін барып Кеңес одағы ыдырағаннан кейін тәуелсіз елдердің ғарышкерлері шыға бастаған. Міне біздің елімізде де осындай ауыз толтырып мақтанарлықтай 3 ғарышкеріміз бар. Келесі, неге тоқталмай өте берейін, енді бүгінгі жаңа тақырыптың мысалдарымен таныстырайын. Реактивті қозғалысқа қандай мысалдар келтіруге болады? Біріншісі, су ағынына қарсы жүзу. Міне мына жерде видео көрсетіп тұр, судың ағынына қарсы жүземіз. Келесі, не істеу екен? Балоннан ауаның шығару, немесе біздің сөзбен шар ұшу. Шар қалай ұшады екен сонда? Шарды үркеймізде, оны жібере салған кезде, оның ішіндегі газ қалай қарай бағытталады? Біздің қозғалысқа кері бағытта қозғалады екен. Және үшіншісі зымырандардың ұшуы. Міне мына жерде зымырандардың ұшуы. Реактивті қозғалыс формуласы зымыранның жылдамдығын есептеу. Алғаш ғарыштық кеңістікке ғарыштық кемелерді шығару үшін реактивті қозғалтқышы бар зымырандарды құрастыру мүмкіндігін Циолковский негіздеген. Тартқыштары тез жанып кетеді. Сол себептен отын жанып болған соң зымыранның салмағын азайту үшін олар тасталған. Бұл үдерісті зымыран сатыларының ажырауы деп атайды. Негізгі қозғалтқышта отын жанып біткен соң келесі сатының қозғалтқышы жұмыс істей бастайды. Осылайша зымыран салмағы едәуір шегінде оның жылдамдығы артады. Балалар, келесі кезеңімізде жеке жұмыс есептер шығару. Дәптерімізді аламыз, барлығымыз осы есепті жылдам бүгінгі формула бойынша кешегі бөлісін сақталу заңының формуласы шығара қоямыз. Тез. Көрініп тұр, массасы 618 грамм болатын зымыран жанармай лезде жанғанда 176 метр биіктікке көтеріледі. Жанармайдың массасы 68 грамм зымыраннан шығатын газдардың жылдамдығының модулін анықтаңыз. Демек, сан мәні қаншаға тең екендігі. 530 метр секунд, дұрыс, 530 метр секунд. Шықты ма? Сен Ахмет қанша шықты? Сен шықпады ма? 530 шықты. Дұрыс, метр секунд, Жанар шықты ма? Балалар, бізде келесі тәжірибе уақытына кезең келді. Тапсырманы алдыңғы есептеріңді 3 балмен бағалайсыңдар. Жаңағы бағалау тапсырмасына дегенде толық осында 539 метр секунд шыққан болса 5 балл, 3 балл, одан кейін формуласына дейін 2 балл деген сияқты өз деңгейлерді бағалаймыз. Кеттік. Енді бізде тәжірибеде, Наузат менде қала берсін, 2 арбаша, скотч керекті құрал жабдықтарды сіздерге беремін. Так, мына топ, мына топ, мына топ, мына топ дейін, Так, скотч қай жақта. Қыздар, артқа қарай не қылып, топтасып жасай қой, ортаға. Келіп қарай беріңдер. Ортаңғы Талғат Мұсабаев тобына мынандай қолдан жасайтын реактивті қозғалтқышқа мысал, спирт және де баклажка сіздерге керегі. Бұларды қазір не керек, не істеу керек, барлығын бүйтіп ойланып көресіңдер де, видеоларға жіберілген, одан кейін барып, екі топтың жұмысынан кейін ең соңында болады сіздердің жұмыс. Оған дейін мен бүйтіп домалақтай қоясың. Рахмат, жасай салсын, болды. Екеуі жедет. Бір шетіне біреуін, бір шетіне біреуін. Екі мына жаққа алып келесің. Саданы алып кетіп жатыр ғой. Жай міне, мынау неге реактивті қозғалысқа мысал болды. Енді ортаңғы топтың тәжірибесіне келе ғой. Арман Саят, тақтым. Ең бірінші бізде нөлпет құтымызға спирттарды себеміз. Жеткілікті спирт болғаннан кейін оның қақпағын жауып, оттекпен араласқанша кішкене күте тұрамыз. Ары қарай. Сосын сіріңкемен қақпаның аузына тақаған кезде бізге осындай реактивті қозғалыс пайда болады.
Өте жақсы. Енді келесі тапсырма, шығармашылық тапсырма. Байқоңыр ғарыш айлағының аймақтық және халықаралық маңыздылығына баға беру тақырыбында хабарлама жасайсыздар. Постер қорғайсыздар және екі беттік дейікші презентация жасайсыздар. Міне мынаған постер қорғайсыздар. Арман Саят атқа отамды неге бірігіп не жасаласыздар? Қазір мен сіздерге сұрақтарды беремін, материал беремін. Бұл жерде жазу. Ал енді уақыт шектеулі, жеткілікті. Енді кім дайын, солар шығып қорғап бастасақ болады. Келе ғой, Жанарс. Сендерде постер ма жоқ слайд? Презентация ма? Презентация. Аха. Байқоңыр ғарыш айлағы Қызылорда облысында орналасқан. Қазақстанның меншігі Ресейге жалға берілген. Құрылу тарихы 1955 жылы 2 маусымда Кеңес одағының қорғаныс министрлігі ғарыш айлағын құру туралы жобаны бекітті. Бастапқыда бұл құпия нысан болып, қайғыға деген атпен белгілі болған. Ұлы оқиғалар 4 қазанда 1957 жылы болған, 12 сәуір 1961 жыл, 16 маусым 1963 жыл, 2 қазан 1991 жылдар болған. Қазақ ғарышкерлері олар Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбет. Түсіністаламыз, тыңдаймыз. Болашақ бәйтерек кешені Қазақстан мен Ресейдің бірлескен ауқымды жобасы. Бұл жоба Байқоңырды жаңа деңгейге көтереді. Қызықты деректер. Гагарин жарық, ұшыру алаңдары, ауа райы, мұражай. Қорытынды. Байқоңыр тек Қазақстанның емес, бүкіл адамзаттың мақтанышы. Бұл жер ғылым мен техниканың шыңы, армандардың орындалатын мекені. Жақсы. Енді келесі қайтып. Тоқтар Әубәкіров. Тез келе қойды. Сендерде постер екен, иә? Бірінші сұрақ, зымыран қалай қозғалады? Зымыран отынды жанғанда артқа қатты газ шығады. Екінші сұрақ, реактивті қозғалыс дегеніміз не? Реактивті қозғалыс дегеніміз өзінен белгілі бір массаны кері бағыттай қарсы бағытты жібереді. Үшінші сұрақ, қандай мотоцикл зымырандар көп сатылы болып жасалады? Зымырандар көп сатылы болып жанармайды тиімді пайдалану үшін болады. Өте жақсы. Төртінші сұрақ, реактивті қозғалыс жылдамдығы қандай шамаларға байланысты? Реактивті қозғалыс жылдамдығы шығарылатын газдық жылдамдығына, оның массасына және зымыранның шамасына байланысты. Байқоңыр әлемдегі алғашқы және ең ірі ғарыш айлағы. Орналасқан жері Қазақстан Республикасы Қызылорда облысы. 1957 жылы Байқоңыр айлағы жасанды жер серігі ұшырылды. Тәуелсіздікке дейін Тоқтар Әубәкіров алғашқы қазақ болып ғарышқа ұшты. Біз топ болып Байқоңыр жайлы сайт жасадық. Байқоңыр жайлы. Байқоңыр тек Қазақстанда ғана емес, барлық адамзаттың ғарышқа ашқан алғашқы есігі. Ол әлемдегі ең алғашқы және ең ірі ғарыш айлағы болып табылады. Тарихи оқиғалар мекені. Байқоңырда адамзат тарихын өте қатты өзгерткен ұлы адамдар және қадамдар жасалған. 1957 жылы әлемдегі ең алғашқы жасаған жер серігі ол Спутник 1 ұшырылды. 61 жылы Юрий Гагарин Восток 1 кемесімен тұңғыш рет ғарышқа аттанды. Қазақ ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров 91 жылы, Талғат Мұсабаев және Айдын Айымбетов осы жерден ғарышқа сапар шекті. Тағы да біз өзіміздің топтың атына байланысты Айдын Айымбетов жайлы. Ол 2015 жылы тәуелсіз Қазақстан алғаннан кейін барып ғарышқа ұшқан адам. Назарларыңызға рахмет. Олай болса, бүгінгі сабақты қорытындылаймыз. Реактивті қозғалыстың маңызы. Реактивті қозғалыс тек физикалық құбылыс қана емес, сонымен қатар заманауи технологиялардың және ғылыми прогрестің негізгі қозғаушы күші болып табылады. Ғарыш техникасы, авиация, технологиялық дамуда реактивті қозғалыстың маңызы өте зор екен. Енді сабақты бекіту үшін мына айналдыратын сұрақ бар сендерге. Әр топтан тағы да бір оқушы келіп айналдыра қойыңдар. Ербатыр. Кел, айналдырасың, топпен жауап бересің. Бұл жалпы топқа. Айдын Айымбетов тобы қандай қозғалысты, реактивті қозғалыс дейді екен? Дененің бір бөлігінің одан да бір жылдамдықпен бөлінуінің нәтижесіне туындайтын қозғалыс. Мысалы, зымыранды алсақ болады. Немесе жаңа практикада көрсеткендей баклажканы
иә өте сегіз аяқ жинақы болады. жәндіктерден, иә, сегіз аяқ кальмарлар отыра ғой. Екінші топтан арман. Тез айналдыра. Үшінші топтан кім келеді шыққаны? Рахман бастарды. Жай басады екенбіз. реактивті қозғалыс жылдамдығы қандай шамаларға тәуелді? Жылдамдық қандай шамаларға тәуелді екен? Масса және күш. Масса және күш. Олай болса, үй жұмысы. Мен сабағымыздың соңына келдік. Сабаққа кері байланыс бере кетіңдер оқушылар. Осымен сабағымызды... Ал енді, бұл жерде қайталан видеоны тоқтата тұрайын. Сабаққа кері байланысты бағанағы басында Gemini'ден берілді ғой, платформада. Сол арқылы өздеріңізді бүгінгі сабақ бойынша бағалап өтесіздер. Ол менде мына жерде көрініп тұрады. Жылдам өздеріңізді бір бағалап өтіңіздер. Қанша балмен бүгінгі сабаққа қатысу бойынша. Және ең соңындағы кері байланысқа сабақта бүгінгі не білдік? Мазер, кім жебір? Қайшына аласан. Али, жаздың ба сен кері байланысты? Сен жасап қойдың ғой? Бұл, Макс. Сөзін жаздың ба? Молодец, өте жақсы. Арман. Арман, күшті қатысы өтіргені. Осымен сабағымыз аяқталды. Өздеріңіздің бағалау бойынша күнделікті кезекке балдарыңыз қоямын. Үйге тапсырма 21-ші жаттығудың үй жұмысына арналған есептері. Жақсы, сау болыңыздар.